Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға сәлем. Мына жайылым, Қытайдағы жайылым дауына байланысты, жайылым ақыға байланысты арыз беріп келіп отырған үлкен кісі ақсақалдар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз міне Алматы облысы Текелі қаласында өздеріңізбенен жүздесіп отырмыз. Бұрын жүздескен кезде ата жүз еріктілері ерікті ұйым болатын, білесіздер. Осы жолы тіркелген республикалық ата жүз еріктілері болып келіп отырмыз. Енді алдағы жұмыс бағыты тағы да сол Қытайдағы бұрынғыдай Қытай қазақтарының, Қытайдағы 3 миллион қандасымыздың сол елдегі жағдайы, осы жайылым ақы, пенсия, сонымен бірге жазықсыз ұсталып сотталып жатқан және екіге бөлініп қалған семьялардың жағдайымен айланысамыз. Бүгін енді сіздер осы жер дауына байланысты жайылым, көктеу, күздеу 49-50 жылға берілген кей жерлерде, сол Қытай шығыс Түркістанда ауыл, кей жерлерде қыстақ заңсыз түрде өздеріне қаратып алған, немесе сатып жіберген, немесе басқаларға жалға беріп жіберген. Сонымен бірге егістік жер 30 жылға берілген крашкаларыңыз түгел бар. Онда да сондай жағдайлар бар. Және де жайылым тұяқкестіліктен сақтау, жайылым тозудан сақтау ақы дейді, оны да бермей отырған жағдайлар бар. Міне осы арыздарыңызды біз Қазақстан Сыртқы істер министрлігі арқылы, Қытайдағы консул арқылы Шығыс Түркістан Шинжаң өлкесіне жеткіземіз. Және халықаралық, ендігі екінші бағыт, халықаралық кісілік құқық қорғау органдары арқылы Қытай жағына жеткізетін боламыз. Сонымен бірге о жақтағы бұл даудың неге сіздер қозғап келіп отырсыздар, ол жағы түсінікті. Қытайда Шығыс Түркістанда Іле Қазақ автономиялы облысы бар. Автономия деген сөз ол үлкен статусқа ие. Автономиялық облыс, автономиялы аудан, автономиялы ауыл дейтіндер бар Қытайда. Ұлттық территориялы автономия заңында бұнда барлығы жазылған. Тіл, дін құрметтеледі. Оның сыртында жаңағы берілген жайылым немесе егістік жерлердің барлығы сол заң бойынша 49 немесе 30 жыл сіздің меншігіңізде болады. Егер сіз келіп Қазақстан азаматтығын алсаңыз да, ол сол Қытайдың жаңағы жайылым заңы және басқа да заңдарға байланысты сіздің меншігіңізде болады. Өле-өлгенше сіздің меншігіңізде деген сөз. 49 жыл аяқтағанша. Сондықтан сіздердің ол дауды қозғап отырғандарыңыз дұрыс. Өз заңына және халықаралық заңына қайшы болғандықтан сіздер ол жерлеріңізге иелік ету хақыларыңыз бар, және жаңағы жерді тұяқкестіліктен сақтау қаражатын алу мүмкіншіліктеріңіз бар. Енді төменде арыздарыңызды бере бересіздер. Осылай.